Сонау 18 жасымда мектеп бітірген шағым. Өзім әке-шешемнің еркелеп өскен жалғыз қызымын. Содан болар, олар менің ешқашан бетімнен қаққан емес. Өмірімде өзім қалаған таңдауым болса, соның бәрін жасады. Мен сонда мектеп бітіргеннен ешқандай оқусыз-ақ жұмысқа тұрдым. Жалпы әке-шешем ауқатты жерден шыққандар. Бір қоңыраумен бір мекеменің бастығының оң қолы болып шыға келдім. Өйткені ақша жағынан ешқандай проблема жоқ болатын. Алаңсыз едім. Ал енді өзім жайлы айтсам, түр-тұрпатын келбетті, көп еркектердің көзіне түсетіндей, дене бітімім жігіттердің ойын бұзатындай қызбын. Көптеген жігіттер артымнан жүгірді, бірақ бәрінің беттерін қайтарып бас тарттым. Сонда менің өзіме өзім сенімді болғаным сонша, анау-мынау жігіттерді менсінбейтін мінезім де бар еді. Сөйтіп жүріп, бір үйдің жалғыз қызы болсам да бірге тұрмай бөлек тұрып жаттым. Ал жұмысқа орналасуым жай ғана тәжірибе жинасам деген ойым болды. Сондағы жұмыста соңымнан қалмай жүрген бір жігіт бар еді. Жасы менен 3 жасқа үлкен. Қипақтап келіп ананы-мынаны айтып отыратын. Оның да кеудесінен қағып қарамай қойдым. Сөйтіп жүргенде арадан 6 айдай уақыт өтті. Бұл жігіт қыр соңымнан қалмады. Бір күні бірге жұмыс істейтін құрбым хабарласып, қала сыртында қыздармен отырайық деген ұсыныс айтты. Құрбым болған соң не дейін мақұл деп келісе кеттім. Ол қала сыртында орналасқан дача еді. Көлігімді тастап таксимен бардым. Сөйтсем, басқа қыздар келмеген, күте тұрайын деп түсіп қалдым. Сонда қарасам, әлгі үйдің есігі ашық екен. Жарығы қосулы тұрғанға ішіне кірдім. Сол кезде үйдің ауласына келген көліктің даусын естідім. Негізі құрбыларыммен бұл үйде бұрында отырғанбыз, демалыстарда келетінбіз. Мына келгенде үй ішіне бірге жұмыс істейтін әлгі соңымнан қалмай жүрген жігіт кірді. Сен не ғып жүрсің? Сені кім шақырды деп дүңк еткіздім. Ол болса түрін суытып бір қарады, бірақ үндемеді. Оның мұнысы маған бір түрлі көрініп, қорқа бастап, ендеше мен кеттім, сен өзің отыра бер деп шыға бергенімде, бұл менің кеудемнен итеріп диванға отырғызды. Сен бүгін мына жерден кетпейсің, дейді көз аларып. Таңданысымды жасыра алмай отыра қалдым. Сол кезде үй сыртында дабырлап сөйлескен 4 жігіт кіргенде әлгі коллегам шығып кетті. Олар маған жан-жағымнан сөйлеп мазақ қып бастады. Бұларың не жігіттер деймін, көзім бақырайып. Олардың мені тыңдайтын түрі жоқ. Одан сайын қарқылдап күліп дөрекілікке басты. Соңында біреуі маған жақындай түсіп, қапсыра құшақтап аймалай бастады. Сонда ғана бір сұмдықтың болатынын біліп, қашып шығуға тырыссам, олар мені жібермеді. Соңында өтініш айтып, жіберіңдерші деп жалына бастадым. Өздері ішіп пе, шегіп пе алған жігіттер мені тыңдасын ба? Керісінше біреуі келіп сол жақ бетінен шапалақпен тартып жіберді. Сол жерде мұрттай ұшып, шалқамнан түстім. Міне, осымен бәрі бітті. Әрі қарай қауқарсыз жатқан маған тиісе бастады. Ол үйдің іші шағын ғана 3 бөлме еді. Басқа бөлмеге апарып, ағаш төсекке жатқызып, бірі қолымнан, бір аяғымнан ұстап, киімдерімді шеше бастады. Сол жерде бақырып жыласам да, жалынып жалбарынсам да, әурелегендерін тоқтатпады. Мен сорлының сау жерімді қоймады. Күшке басып бәрін көрді. Былайша айтқанда, зорланбаған жерім қалмады. Қайтейін, қалай қарсы тұрайын? Сомбалдай 4 жігіт. Мен ол кезде 12-ден бір гүлі ашылмаған қыздығы бар гүл едім. Зорлықты гүлі төсек дегеннің не екенін білмейтін кезім. Осылайша мен сорлы сұмдық зорлықтың құрбаны болдым. Соңында тояттап алған 4 малғын бөлмеден шыға бергенде 5-ші жігіт кіріп ол бастады. Білмеймін, тап қазір есімде жоқ, олар мені 3 сағаттай зорлаған шығар. Содан соң қарсы бөлмеге өтіп есірткіге көшті. Өздерінше бақырып арқыл-жырқыл айқай шу. Сол аралықта мына соңғыда шаруасын тындырып шығып кетті. Қарап жатырмын. Басқа бөлмеде өзді-өздері әңгіме айтып отыр. Мен сонда есеңгіреп барып жатып орнынан тұрсам, анадай жерде жатқан үшкір пышақ көзіме түсті. Жаймен тәнтіректеп барып қолыма қысып алдым. Негізі менің оларды пышақтаймын деген ойым болған жоқ. Бар ойлағаным мына үйден шығып кету ғана болатын. Алайда адамның емес Алланың қалағаны болады деген рас екен. Шығып бара жатқанымды көрген біреуі теңселе басып жетіп алды. Қарасам, аяқ үстінде әрең тұр. Қатты мас екен. Қолынан сытылып кетпекші болдым, жібермеді. Керісінше әлгі бөлмеге қарай сүйреп, еще разок дейтін тіл көрмелі. Мә саған малғын деп тамағынан орып жібердім.
Сол жерде судай шашыраған қан бөлменің ішін жуып кетті. Содан шығып есігін жаба салдым. Сөйтсем, сыртқа шығатын есікке сүйеніп тағы біреуі тұр. Оның да мені жіберетін түрі жоқ. Жолымды бөгеп көлденең шыға берді. Мә саған деп мұның да шек тұсынан тығып алдым. Ақ деп барып, кеудесін ұстап отыра кетті. Сол жерде есікті ашып жіберіп, қаша жөнелгім келген, алайда соңымнан жеткен тағы бір жігіт жабыса кетті. Мә саған да керек болса, жіңішке жүзді өткір пышақ қойсын ба? Қамбұрқ ете қалғанда, ішін ұстап қашқан жігіт тәнтіректеп басып әлгі бөлмеге жетіп үлгерді. Сонда ғана мен олардан қашып құтыла алмасымды біліп, шабуылға көштім. Әсте олар менің қолымда пышақ бар деп ойламаса керек, жан-жағымнан жабыса жетті. Тістеніп алғанмын, жалаңаш жігіттердің бірінен соң біріне тығып ала бердім. Олар сонда көздері аларып, бір-бірден құлай берді. Қысқасы, 3 жігіт 3 жерде сұлап жатты. Анау өлмедегі тамағынан орғаным 4-ші, сонда тағы біреу қайда. Оны тірі қалдырсам айтып қояр деп қорқыныш пайда болғанда, мен сол 5-ші жігітті іздей бастадым. Таптым, оны да таптым. Орнынан тұра алмайды. Удай мас немесе шегіп алған төрдегі кереуетте жатты. Қолыма жалаңдаған пышағымды ұстап жақындай бергенде, көзі жәудіреп басын бұға берді. Кешір қарындасым, кешір, бір рет тізерлеп отырып жалынамын дейді. Даусы дірілдеп. Өйткені ол қанға бөгіп домалап жатқан мыналарды көрді. Бір сұмдықтың болып жатқанын іші сезді. Одан менің қолымдағы пышақты көргенде тіпті иман зәресі қалмады. Алайда қашайын десе, аяқ қолында жан жоқ, қатты мас. Мен тоқта деп шырылдағанда, сен тоқтамадың ғой деп шашынан тартып басын қайырдым. Дауысы қарлығып жылап біраз жалынды. Жоқ, мыналардың бәрі үнсіз қалды демек. Олар өліп жатыр. Сонда жалғыз сен аман қалдыруға болмайды, кешір коллега. Мұндай сорақылықты мен сенен күтпеген едім. Осыны ұйымдастырған сенсің. Маған қолың жетпейтінін біліп әдейі жасадың деп жауырынына мініп алып, шашын одан сайын тарттым. Сонда қатты қорыққан жігіттің кешірші мені деп айтуға ғана шамасы болды. Шамасы емес, уақыты болды. Одан әрі қорылға басты. Себебі тамағынан орып жіберіп, қоя бергенімде қаны сеген тамағын ұстап тұра қашты. Бірақ үйден шығып кете алмай табалдырыққа жетіп құлады. Сонда ғана мен бейбақ өзімнің не істеп қойғанымды біліп қаша жөнелдім. Содан үйге жетіп жуынып шайынып, қан тамған киімдерімді жасырып, айғақтың бәрінен құтылуға тырыстым. Осылайша 3 күн үреймен үйімнен шықпай жатып алдым. Сондағы қорыққаным сонша, есік алдына шықсам полиция аңдып тұрғандай көрінетін. Алайда үн-түнсіз жатқанымды білген әке шешем қоңырау соғып хәл сұрап бастады. Үйдемін, бәрі жақсы деймін анама. Одан қоңырау соққан әкеме де осы сөзді айтамын. Бәрі жақсы болса, жұмысыңа шықсайшы, сені таппай менен сұрап жатыр ғой дейді әкем. Жарайды пап, ертең шығамын деп алдап қоя саламын. Бірақ ертесіне де оның ертесіне де жұмысқа бармадым. Қалай барайын? Біздің полиция дабыл қағып шуласып жатты. Бұл менің зәремді алып, одан сайын қорқытты. Соңында полицияға барып өзім берілдім. Мұны естігенде таныстарымның бәрінің төбелерінен жай түсіп, өз көздеріне өздері сенбей қалай болған, қай жерде болған деп өзара сыбырласып сұрасып жатты. Әрі қарай тергеу амалдары басталды. Сонда ғана мен сорлы істің мән-жайын анық түсінгендей болдым. Қолыма кісен салып, әлгі дачаға апарғанда бірі шалқайып, бірі бүк түсіп жатқан адамдардың манекендерін бормен қоршап сызып қойыпты. Бәрі көз алдымдағыдай қас қалпында. Оны көргенде бірме-бір ұстап бауыздағандарым есіме түсіп, сол жерде бәрін мойындадым. Сонда да мені тәнімнен табылған зорлық белгілерімен, төменімнен табылған әртүрлі жігіттің шауқаттары құтқара алмады. Сот үкімімен 5 жылды арқалап кете бардым. Сотқа келген туған туыстарым мен әке шешем көз жастарын көл қылып, артымда қала берді. Бірақ әрі-бері жүгірген әкем ақша тығып 5 жылды 3 жылға ауыстырды. Сөйтіп жүргенде 3 жыл өтіп бостандыққа шықтым. Содан соң жұмысқа баруға бет жоқ, әкемнен ақша алып сұлулық салонын аштым. Қысқасы мен бейбақ жасым 22-ге келмей жатып, мына өмірдің ащысын да тәттісін де көрдім. Алайда жасың біразға келді ғой, қызым, жөні түсу жігіт жолықса, бас қос, басың екеу болмай, малың екеу болмайды деп анам сыбырлай берді. Оларға жеңгелерім мен құрбыларым қосылды. Сөйтіп жан-жағымнан шулап жүріп, біраз жігітпен таныстырды, бірақ мен қайтейін, жүрегімнен жігіттерге деген өшпенділік кетпей қойды. Сол үшін олардың ешбірімен жараса алмадым. Жасым болса кетіп бара жатыр. Күнделікті қалаған уақытымда жұмысыма барып келем.
Содан соң түнімен жалғыздық жолдасым, жастығым сырласым болады. Соңғы кездері ұйықтап жатып шошып оянатын болдым. Күндер зулап өте берді. Қатарымнан бөлек құрбыларымнан айырыла бастадым. Себебі аяғыма нық тұрып басымды көтеріп алдым. Былайша айтқанда, сән солоным үлкейіп, бизнесім өрге домалап бара берді. Алайда соңғы кездері жалғыздығым жаныма батты. Пенде болған соң жан-жағыңа қарайсың ғой. Қатарыңның бәрі тұрмысқа кетіп болған. Және олар менімен араласқанды қойып сап тыйылды. Сөйтсем, менімен араласуға олардың байлары қарсы екен. Үш бірдей жігітті өлтірген қызбен араласпайсың дейді екен. Сонда олар үшін мен кінәлі болып тұрмын ғой. Оның үстіне бәрі бірі-бірін таниды. Мысалға, сол жігіттің бірі менің құрбымның туған нағашысы екен. Мұндайда олар үшін қашанда мен кінәлімін. Ал оларға мені бірінен кейін бірінің зорлағаны түк емес екен. Қазақта құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бармыз. Ішіп отырған жігіттердің үстіне өзі барыпты деп соқты. Өзіне де сол керек деп тағы қарғады. Ең сорақысы, анау коллегасымен жатып жүрген екен. Соның көзінше басқа жігітпен жатып ұсталып қалыпты. Бәрі содан басталыпты деген өсектері еді. Құдай-ау, тілде сүйегі жоқ дегені осы екен. Міне осының бәрін көтеріп жүру маған оңайға соқпады. Сол үшін де өзімнен өзім шет қалып бара бердім. Шыны керек, жігіт көрсем жек көріп кететінмін. Өйткені жігіттердің бәрі сондай деп ойласам керек. Қысқасы, түрмеден кейінгі өмірім жалғыздық басталды. Бір күн үйде отырсам, бір клиентім қоңырау соғып, 8 наурызға бірге отырсақ дейді. Жоқ, рахмет деп шошып кеттім. Неге, құрбым, екеуміз ғана отырамыз, мерекеміз ғой дейді. Бұл қызды 1 жылдан бері танимын, салоныма келіп шаш қидырып жүретін. Содан екеуміз жас шамалас болған соң араласып кеттік. Жіті қатынасып барып келмесе де қоңырау соғып хәл сұрасып тұратынбыз. Соңғы 1 жылда сөйлесіп жүрген қызым осы ғана еді. Жалына берген соң сөзін қимай барсам барайын дедім. Содан жеке кабинкада әңгіме айтып отырсақ, үстімізге бір жігіт кіріп келді. Танысып қой, Мәлкен деген ағам болады, дейді құрбым. Басында тұра қашқым келген, бірақ әлгі жігіттің жылы шырайы мен салмақты сөзі сол райымнан қайтарып тастады. Жасым 27-де, шет елде оқыдым дейді. Негізі мұның бәрін әлгі құрбым ұйымдастырғанын білемін. Біреудің біреу бақытына себепші болса жақсы емес пе? Енді менің осы жігітпен өмірім басталды. Күнде хабарласып хәл сұрайды, кішігірім сыйлықтар жасайды, әйтеуір жиі-жиі көңіл бөліп келіп кетіп тұрады. Айтқандай баяғы құрбым ештеңе білмеймін деп ат-тонын ала қашты. Мен сол күні кешігіп бардым. Сөйтсем осындай сұмдық жағдай болыпты. Көзім ештеңе көрген жоқ, ештеңе білмеймін, өйткені мен 1 сағаттай кешігіп бардым деп полицияға жазып жіберіпті. Оның барған бармағанын қайдам, соңына түсіп сұраған мен жоқпын. Өзім сол кезде шок боп жатқанмын, бірақ олар соны әдейі ұйымдастырғанына күмәнім жоқ. Ал коллегам өліп кетті. Оны өз қолыммен бауыздап салғанмын. Айттым ғой, бәрін бастаған сол деді. Содан бір күні әлгі жігіт құрбым екеумізді қонаққа шақырды. Бармаймын десем болмады. Оның үстіне құрбымда қолқа салып қоймады. Үшеуміз қаланың қақ ортасындағы кафеге бардық. Әңгіме айттық. Іштік, жедік, биледік дегендей жастарға тән қылықтар болды. Екеуміз қыдырайық дейді жігіт. Жоқ, мен үйге қайтуым керек деп қаша жөнелдім. Өзі ұнайды маған. Бір еркектей ұнап жүрген жігіт. Жеке қалып сөйлесе ме десем, қашып кетіпсің ғой дейді құрбым ертесіне. Менің жағдайымды білесің ғой, жігіттерден қорқып қалғанмын дедім. Иә, түсінемін ғой, бірақ сен ол оқиғаны оған айтпа, құрбым, жарай ма дейді. Оқиғаны деп баяғы қырғынды айтып тұр. Сол 3 жігіттің қаны менің мойнымда. Сол қанды қырғында ұмытқым келеді. Есіме түссе, елегізіп қорқамын ғой. Жоқ, мен оны ешкімге айтпаймын, құрбым десем. Иә, айтпа, мына жігітке ауыз ашпа, ол жайлы. Ол менің нағашы ағам, өте жақсы жігіт дейді. Сонымен не керек, сөйтіп жүріп арадан 3 ай тағы да өтті. Күлімдеген көктем келді. Мына жігітпен арамыз жақындай түсті. Екеуміздің арамызда кәдімгідей махаббат басталды. Өзімде ойланып жүргенмін. Астымда көлігім, басымда үйім және де 2 салонымда бизнесім бар. Енді бір жақсы жігіт болса, өткеннің бәрін ұмытсам, Құдай менің бағымды ашса дейтімін. Әне сол бағымның ашылуына аз қалды, тіпті әнеу бір қол созым жерде тұрғандай. Енді бір ұмтылсам, жетіп қолыма қонатындай көрінетін.
Сонымен көктем шыға бұл жігіт қылқылдап келіп үйленемізге басты. Осылай жүре береміз бе? Жасымыз кетіп барады, үйленіп үй болайық дейді қипақтап. Жоқ, әлі ерте, тағы да бір шама жүре тұрайықшы деп мен кері тартамын. Тартпайшы, анау 5 жігіттен көрген қорлығым бір басыма жетерліктей еді. Бұл болса сондайды меңзейді, яғни төсекке тартқысы келеді. Оған менің ынтам жоқ. Анандай сұмдық басымнан өткен соң төсек дегеннен өлердей қорқып қалғанмын. Тіпті жігіт көрсем желдей есіп қашатын болғанмын. Айтқандай, сотта мен өзімнің зорлық көргенімді дәлелдеп баққаным бар, бірақ 3 бірдей жігіт өліп, 2 бала ауыр дене жарақатын алған соң бәрібір жыл кесті. Сондағы айыптаушының сөзі: неге пышақ сұқтың, неге сотқа арызданбадың, неге полиция шақырмадың, неге қаштың дегендей сондай сұрақтары болды. Біздің адвокат бұл қыз өзін өзі қорғады дегенге анау коллеганы жатқан жерінде бауыздаған. Бұл әдейі жасалған деп мемлекеттік айыптаушы жағасы ауыр айып тақты. Сонымен әрі-бері 3 айлық тартыстан кейін мен бейбақ 5 жылды арқалап кетіп отырдым. Жалпы менің әкемде мына маған жыл кескенін қалағанын соңынан естіттім. Өйткені сотталмай қалсам, анау жігіттердің туысқандары аңдып жүріп жазым қылар деп қорыққан екен. Ал енді түрмеде көргенім бір бөлек. Ол енді сұмдық. Ол жерде болған жағдай адам сенгісіз сорақыда қитұрқы еді. Себебі уақытша тергеу изоляторында 3 ай жатып, соттың үкімі шыққаннан кейін мені әйел қыздар колониясына этапқа жіберді. Сөйтіп қиырдағы алыс бір аудан шетіндегі түрмеге барып түстім. Сол күні моншадан шығып киім ауыстыруға барсам, қарлығаш атты орта жастардағы бір келіншек күтіп отыр екен. Дегеннен статья сұрап шүйіркелесе кетті. Қысқасы, мен сорлы осы келіншектің әрі жігіті әрі қызы болдым. Бұл осы түрмеде 9 жылдан бері отырған аса ауыр қылмыс жасаған зекет. Оның айтқан сөзі түрменің ішіне заң. Отыр десе отырып, тұр десе тұрасың. Қысқасы, 18-ге енді толған мен сол келіншекке қатты ұнап қалыппын. Әне сол келіншек менің үстімде талайдың басын жарып, көзін ағызды. Оны да жасырмаймын. Ол дегенің әйелдер түрмесінің ішкі заңы. Өйткені ол жерде еркек жоқ, қаптаған әйелдер, бірақ бірін-бірі бай қатын қып, жеке меншіктеп еленіп алғандар. Сонымен мына жігітпен арамыз жақындап, мен оған үйрене бастадым. Бір күн аяқ асты ол менің жұмысыма келді. Екеуміз әңгіме айтып шай ішіп отырмыз. Мен сенен бірдеңе сұрасам бола ма дейді. Сұрай ғой деп бетіне қарадым. Ендеше ренжімеші жаным. Сен осы жігітпен жатып көргенсің ба, әлде пәк қызсың ба дейді. Мұны естігенде не айтарымды білмей, сол жерде ішіп отырған шайыма қақалдым да қалдым. Ол болса төмен қарап жауап күтіп отырды. Енді не айтсам екен деп біраз ойландым. Сонда менен нақты жауап ала алмаған жігітім: болғансың ғой, айта берсейші, оның несін жасырасың жаным дейді, күлімдей қарап. Не десем екені? Анау құрбым айтпа деп қойған. Бұл соның ағасы, мүмкін бар сұмдықты айтқаным дұрыс та шығар, әлде айтпағаным дұрыс па екен? Сен ештеңеге алаңдама жаным, тек шындықты айт. Егер қыз болсаң қызбын де, қыз болмасаң қыз емеспін де. Білесің ба, біздің төсекті жеңгелеріміз тексереді. Егер қыз болмасаң менен деймін де, өзім мойныма аламын деп айтып салды. Содан кейін менің амалым қалмады. Бір жігіттен алданып қалдым деп айтып салдым. Құдай-ау, өтірік өрге бастайды деп атам қазақ бекер айтпаған. Ата-бабамыз не айтса да бәрін дұрыс айтып кеткен екен. Ал айтпасқа мен сорлының амалым да жоқ еді. Өйткені түрмеде әлгі келіншектің әйелі болдым ғой. Әрине, жақсы көргеннен емес, қорыққанымнан болдым. Ол жерде күзетшілерден басқа еркек атаулыны емге таппайсың. Тапқаны да оларға жақындамайды. Өйткені өңшең маскүнем наркоман қатындар отыратын жерге олар жоламайды. Сондағы зектердің басым бөлігі наркотикпен ұсталып сотталғандар. Қысқасы, бұл менің қыз еместігімді біліп алған соң, одан сайын қылқылдап бастады. Сондағысы төсектес болайық дейді. Мен бейбақ онысына да көндім. Қайтейін, келісім бермесем қипақтап қояр емес, дегеніне көнбесем тастап кететіндей көрінетін. Жасым келіп қалғанда мен бұл жігіттен айырылғым келмеді. Оның үстіне жүрегімнің төріне жатқызып алғанмын, жақсы көремін, ұнатам. Міне осылайша мен сорлы 5 жігіттен қалып, одан түрмедегі күйеуімнің қолынан өтіп, соңында мына жігіттің құшағында жаттым. Сөйтіп жүргенде көктем бітіп жаз басталды. Бір қызығы, менің құшағыма түнеген күннен бастап
Жігітім сап тыйылды. Бұрынғыдай қашан үйленеміз дегенді қойды, тіпті мүлде қойды. Мамам ауырып жағдайымыз болмай кетті, дейді мүләйімсіп. Сауығып кетсінші деп қолына тиын тебен ұстатамын. Одан құшағыма басып шұбатқан боламын. Құрбым, мамасы ауырып жатыр екен ғой, қатерлі ісік дейме, сондай екен деп сұрадым бір күні. Иә, қатты ауырып жатыр, бірақ мен ол үйде әпкемнен басқа ешкіммен араласпаймын дейді. Құрбымның әпкем дегені менің жігітімнің мамасы ғой, сонда бұл екеуі нағашылы жиенді болады. Қысқасы күндер зулап өте берді. Бір күні менің жігітім сап тыйылып хабарсыз кетті. Мен бейбақ күтіп жүре бердім. Пәленкес көрінбей кетті деп сыбырладым шайға келген құрбыма. Мамасы қатты ауырып жатыр еді, соған алаңдап жүрген шығар дейді бұл. Одан әрі қандай аурумен ауыратынын, көз көргеннің бәрі қол ұшын созып көмектесіп жатқандығын айтты. Ол аздай өзі де 2 айлығын жаздырып көмек бергенін айтты. Ендеше мен де қолымнан келгенше көмектесейін. Бәрі көмектесіп жатқанда менің қарап отырғаным ұят шығар дедім. Құрбымды Құдай өлтірсін ба? Иә, жағдайың бар ғой, науқасқа көмектессең сауап болады деп, мені әрі қарай итермелей түсті. Бір қызығы осы әңгімемізден кейін ертесін-ақ менің жігітім пайда бола қалды. Мен бейбақ сол баяғы аңқау сенгіштігімнен ештеңе аңғармаппын. Керісінше, жігітім қайтып оралғанға құшағына құлап қалтасына ақша тықтым. Мүмкін мұны аңғалдық деуге де келмес, негізі сауап болсын дегенім еді. Өйткені 3 бірдей жігіттің қанын мойныма жүктеп жүргенім өзіме аян ғой. Мұны тек басынан өткізгендер ғана білет. Қанша жерден өздері кінәлі дегенмен адамның жанын алу сұмдық нәрсе. Тіпті тауығыңды жеп маза бермеген итті сойып көріңіз. Бұл деген жүйкең мен жүрегіңе түскен салмақ. Үнемі өзіңді өзің іштей жеп, қатты күйзелісте жүресің. Сол үшін аздап жылы сөйлеп, күле қараған адамға тез бауыр басасың. Міне, мына жігітпен де мен бейбақ сондай халде жеттім. Өзі аққұба әп-әдемі, оның үстіне жылы-жылы сөйлейтін тәтті тілі тағы бар. Айта кетейін, тап осы жігітке $3000 көлемінде ақша беріп ем. Бұл сол кездегі 550 мың теңге шамасында болатын. Мұны естіген жұрт нағыз далбаса, бұл дейтін шығар-ау. Анау түрмедегі келіншекті былай сырып қойғанда етегімді еркіммен көтерткен жалғыз жігітім осы болса қайтейін. Сонымен анамды Астанаға алып ұшамын деген жігітім ақшаны алып тағы да жоғалды. Құрбы, жігітім хабарсыз кетті ғой, тыныш па екен, мамасы қандай екен деп сұрағанымда, ақша бергенің жақсы болыпты, Құдайға да берсең жағасың деген ғой. Бұл үлкен сауапты істеген құрбым келіп кетіп хабарын беріп жүрді. Жігітім болса анда-санда қоңырау соғып хәл сұрайтын. Мен сорлы оған, менде бәрі жақсы жаным, өзің қалайсың, мамаңның жағдайы қандай деп безек қағатынмын. Жақсы, беті бері қарап келет деп зыпылдайтын келіп. Қысқасы, бірін айтсаң бәрін айт дегендей, ағалы қарындасты екеуі мені біраз жерге сүйреді. Адамның аласы көрінбейді, өйткені ішінде деген осы екен. Сол кеткен 3000 көк қағаз түк емес еді. Бір күні келген жігітім, анамның жағдайы нашарлап барады, көзім тірісінде үйлен деп отыр деп тағы жыламсырады. Онда мамама бір ауыз айтайын деппін. Жоқ жаным, айтпай-ақ қоя тұршы, мамам әрі-бері боп қалама деп тойдың күнін белгілеуге қорқып тұрғаным, сол үшін қазірше мамаға да папаға да айтпашы дейді. Мен сорлы осы сөзге де сендім, себебі сап-сау тірі адамды ауру деп ортаға салып ақша алады деп ешкім де ойламаса керек. Қысқасы, менің қалтамнан ұсақ түйекке ақша кете бастады. Анандай дәріге жетпей жатыр, мынандай дәріге жетпей қалды деп мүләйімсіп қоңырау соғады. Одан көп өтпей салоныма келіп отырып алады. Сонда бір ақша сұрап келгенінде, жаным-ау, сен өзің жұмыс істейсің бе деп сұрадым. Шынымды айтсам, мен осыны қорқа әрең сұрадым. Себебі анасы ауырып жатқанда мұндай сөз көңіліне тиеме деп қорықтым. Анам ауыр халде жатқанда қалай істеймін, анама қарайтын адам жоқ қой дейді төмен қарап жер шұқып отырып. Мұндай сөзден кейін сенбей көріңіз. Ол өзі сен ұнатып жүрген жігіт болса, саған үйленеміз деп үміт беріп қойса, сондай-ақ бай мен қатын сияқты бір төсекке жатып жүрген болсаң, үміттің ұшқынын үрлеп тұтатып қойғаны тағы бар. Мен сорлы сенбегенде қайда барайын? Қысқасы, бұлар мені мың айналдырды. Әйтеуір алақан жайып ақша сұрап шаба берді. Сөйтіп, бір айналдырғанда шыр айналдырды. Бұлайша айтқанда, қырыққа ілді дегені осы екен. Соңында қарындасы екеуі екі жағамнан жәукемдеп бастады. Мен сорлы сонда ғана әлдедені аңғарғандай болдым. Шынымды айтайын, мына біздің аймақты ешкімде жақсы айтпайды.
Қай аймақ екенін айтсам, осы жерде қақ жарылып, қырқысып шыға келесіздер. Онсыз да біздің облысқа жақсы ат жоқ. Не шықса да сол жақтан шығады деп жазып бастайды. Расау, әсіресе біздер жақта әртүрлі қитұрқылар бар. Мұнда биліктен бастап сонау төмендегі шөккет шарларға дейін бірінің аяғынан бірі шалып жығып жатады. Әйтеуір бірінің орнына бірі таласып, бірінің үстінен бірі жазған арыз көп. Құдай сақтасын, мұндайдың соңы жоқ, тоқтамай кетіп отырады. Бір сөзбен айтқанда, өстен көре алмайды, өшсең тіпті өлгеніне қуанады. Бір күні мені жеке шақырып алған әкем, қызым, сен мені кешір, осының бәрі менің кесірім-ау деп құпиясымен бөлісті. Ойбай, сіздің мұнда не қатысыңыз бар әкешім деп таңғалдым. Бары жоғын нақты білмеймін, қызым, бірақ анау жаралы жігіттің әкесі кезінде менімен өштескен екен дейді. Мына сөзден кейін аңтарылып біраз тұрып қалдым. Сол әңгімені қозғамаңызшы, есіме түсіргім келмейді деп жылап жібердім. Болды, қызым, болды, әйтеуір сақ болып жүрші деп айтып жатқаным ғой, жылама деген әкем басымнан сипап отыра кетті. Қайтейін, қалай қылайын? Сол күнгі сұмдықты осы күні де есіме алғым келмейді. Шыбын жанымды шырқыратып қорлағандарына өріндей жап-жас жігіттерді шеттерінен бауыздап тастадым. Әрине, олар қатты мас еді, оның үстіне қараңғы коридорда қолында тұрған пышақты көрмеді. Сол үшін ол сорлылар алаңсыз келіп, бірі шашымнан, бірі мойнымнан, бірі белімнен ұстап сүйрелеп арпалыса бастады. Сонда мыналар мені тағы да зорламақшы деп қатты қорыққан мен бейбақ бірінен кейін біріне қолымдағы пышағымды тығып ала беріппін. Тардай жалаңаш денелеріне үшкір пышақ кіріп шыққанда ғана кеуделерін ұстап құлай берді. Ал анау соңғысын куәгер қалмасын деген оймен әдейі бауыздаған едім. Әрі қарай несін айтайын, істі болып сотталып, сонда жүріп қатынға қатын болдым. Ал енді мына әкемнің сөзінен кейін менің миым жайлап жұмыс жасай бастады. Әкемнің жан дегенде жалғыз қызымын ғой, аяғынан шалдырамын ба? Алайда менің түсінгенім анау екеуінің де қатысы бар болғаны ғой сонда. Олардың жүріс-тұрыстары қызық өзі. Анау анаған айтпа дейді, мынау мынаған айтпа дейді. Анау екеуі деп ақша сұрап көмегімді беріп жүрген жігітпен құрбымды айтам. Міне, мен енді сол екеуінен күдіктене бастадым, өйткені екеуінің де соңдары сұйық, жұмбақ жүретін біреулер екені байқала бастады. Сорлы қыз, бұл екеуіне қайдан ғана жолықтың екен деймін іштей тынып. Қайтейін, өзім араласатын құрбыларым қалмаған соң, осы қызбен достасып сенім артып ем. Мына қызықты қараңыздар. Сөйтсем, бұл қыздың да өзінің жеке сұлулық салоны бар екен. Әсте менің аяғымнан шалуға келген шығар. Бизнестегі бәсекелестік дегенді ешкім жоққа шығарған емес, ол барлық жерде бар. Сонда мен мына қызға тікелей бәсекелес болып тұрмын ғой. Қысқасы, кешегі әкемнің сөзінен кейін қатты ойлана бастадым. Өйткені әкем астарлап сөйлеп, айылыңды жи қызым дегендей қылды. Демек, ашып айтуға өзі де қорқады, немесе қызым қорқып шошиды деп қорқады. Сонда менің әкем нені меңзеді екен? Әйтеуір сақ жүр дегендей сөз айтты. Құрсын, Құдайда сақтансаң сақтаймын деген. Енді сақтану керек. Қазақ сақтықта қорлық жоқ деп бекерге айтпайды, бірақ соның бәріне кеш болған сияқты ма қалай өзі? Енді мен кеш болса да есімді жидым. Содан қанша сұраса да анау жігітке ақша бермеймін деп шештім. Төсекке тартса барып, ақша сұраса беріп, соншама қадірсізбін ба? Бермеймін дедім ба, бермеймін, бітті бәрі. Менің осы аяғымды тартқалы жүргенімді сезсе керек, құрбым жиі-жиі хабарласып, хәл сұрайтынды шығарды. Өзім барып анасын көргім келеді дедім. Ол кісі больницада жатыр, қалай көресің деп сөзді бұрып әкетті. Тым болмаса телефонмен сөйлесе алатын шығармын десем, жарайды, мен оған мамаңмен сөйлестір деп айтайын деп қоя салды. Осыдан кейін бұл жігіт менен аяғын тартты. Бұрынғыдай ұсақ түйекке деп ақша сұрамайтын болды. Сұрамақ түгілі келмейтін болды. Сонда бұл менің аңқаулығым ғой. Өзім айтсам болады ғой осы сөзді. Мен болсам арамызға құрбымды тығып, айтатынымды соған айттырып жүрмін. Сөйтіп жүргенде арадан бір айдай уақыт өтті. Сонда ғана зым-зия болған жігітім қайта көрінді. Бұл енді бұрынғыдай алақан жаймай, құшағын гүлге толтырып келіпті. Мен бейбақ сол жерде өткеннің бәрін ұмытып, жібіп сала бердім. Мен саған үйленсен деп жүрмін, тойдың күнін өзің айтшы дейді. Не айтарымды білмей сасып қалдым. Қазірше ешкімге айтпай-ақ қой, тек мына күнге деп маған айтсаң болды. Содан соң екеуміз отырып талқылап ағайын туысқа бірге айтамыз деп кете барды. Бір қызығы, бұл осы келгенде ақша сұраған жоқ, және де науқас анасы жайлы бір ауыз сөз қозғаған жоқ. Соңында анаң қандай деп өзім сұрағанымда, анам жақсы, беті бір шама бері қарап қалды. Енді маған көзім тіріде үйлен деп қоймай отыр деді де қоя салды.
Мына жігітке сенейін бе жоқ па? Оны сезім дегенің түсініксіз бірдеңе екен. Салқыны соққан сиқыр сияқты. Жақсы көріп тұрған соң сөйлеген сөзіне сене саласың, тіпті сенгің келмесе де өзіңді өзің сендіріп тұрасың. Жан, мен айтуға ұялам, тойдың күнін өзің айта ғой деп жаздым ертесіне. Жарайды, маманы соңғы химиясына апарып келейін, содан соң айтамын дейді. Айтқандай, осы химия дегенді бәріміз естіп жүрміз ғой. Бұл өте жаман ауруға салынатын соңғы шанс. Мұның нәтижесі 50-50 деген соңғы үміт. Не қаласың, не кете барасың. Осыдан 10 жылдай бұрын әкемнің қарындасына салған мұны. Содан кейін көп жүрмеді. Бақилық боп кете барды. Иманды болсын дейін, 40-қа толған шағында кетті. Соңынан еңіреп, 3 ұл мен 1 қыз қалды. Жездеміз болса басқаға үйленіп отбасылы болды. Оның отбасылы болғаны құрысын, әкемнен қалған 4 бала қор болды. Көбінше біздің үйге қашып келіп жүретін. Осыны ойлағанда мына жігіттің мамасына бүйрегін бұра берді. Қызық екен, кеше ғана әкемнің сөзінен кейін бәрін тоқтатамын деп отырғанмын. Бүгін сол ойымнан қалып ауып түстім. Өйткені той қыркүйекте болсын деп жігітім жазды, бірақ бұл екеуміздің ғана арамызда қалды. Өйткені оған әлі 5 айдай уақыт бар еді. Әрі қарай бет бұруға менің де шамам болмады. Себебі мамыражай мамыр келіп, салонымда қайнаған жұмыс басталды. Мектеп бітіретін қыз жігіттер топ-тобымен келіп, кезекке жазылып жатты. Мен сорлы осы тапқан ақшамның жартысын сол жігіттің қалтасына құйдым. Сурет сұрасам жіберді ғой. Төсекте жатқан мамасы екеуі түскен бірнеше фото жіберді. Мұндайда қалайша сенбейсің? Ақшам бар да жоқ деп айта алмадым. Сол жылы қыркүйекте үйленеміз деп жігітіммен уәделесіп алған соң, ешкімге айтпастан мен өзім іштей дайындалып жүрдім. Мұндайда білесіздер ғой, қыз дегеннің ойы ұшан теңіз болады. Ақ фатамен тойда тұрсаң, қолыңда бір құшақ гүл, құрбыларыңа оны лақтырсаң, жанында жақсы көрген жігітің қолыңнан ұстап тұрса, той жардан ауғанда екеуің құшақтасып вальс билесең, ол дегенің ғанибетте керемет емес пе? Мұндайды армандамайтын қыз жоқ сірә. Міне осыны армандап жүргенде мамыр айы бітті. Содан маусымның ортасына келіп, салонның жұмыстары басылып, қолым босағандай болды. Осы аралықта 3-4 рет жігітім келіп кетті. Күтіп алып, күйбеңдеп сабылып жүрдім. Ақша керек боп тұр. Анау докторлардың қолдарына бергім келеді дейді. Ол деген тегін ғой деппін. Аузыма түскені осы болды. Тегін не тегін ғой, бірақ қалталарыңа саламын деп уәде беріп ем. Енді қылқылдап жүр дейді. Анаң қандай жақсы болды ма десем, жақсы болғаннан соң ғой бергім келіп отырғаны дейді. Қысқасы басын төмен салып, қипақтап отырған жігітімді қимадым. Анасы үшін кім жүгірмейді дейсің деп, анаңа мені апарсаң таныссам деймін дедім. Сол үйге шығару үшін ақша керек боп тұр ғой дейді. Негізі доктор мен полицияға ісің түспесін деп бекерге айтпайды ғой. Біздің елде өлсең, өлгенің үшін моргке ақша төлейсің, әйтпесе өлігіңді бермей жүріп алады. Содан соң өлмеу үшін тағы да төлейсің. Қысқасы қайда барсаң да қорқыттың көрі деген осы. Әсіресе біздің аймақта доктордың қалтасына ақша тықпасаң, тұяғын қозғалтпайды. Өлсең өмірем қап, әйтпесе порталмен барасың, оны өкімет төлеп береді. Тегін ем алуың керек. Сонда да сылбыр басын жүріп ақша деметеді. Бұл сорлылар Гиппократтың антында жылмалап бітті, қит етсе ақша деп алақанын жаяды. Сонда қанша ақша керек болып тұр деп сұрадым мен сорлы. $1000 дейді саспастан. Сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін, басында біраз сыңсып қипақтап отырды. Аса қатты ақша керек болып тұрғандай, бірақ сұрай алмай отырғандай күмілжіген кейіпке түсті. Одан соң осы ретте анасын шығарып алса, біздің тойымызға ешқандай кедергі болмайтынын айтты. Міне тап осы сөзі тағы да маған үміт сыйлады. Өзім бірнеше жігіттен қалған тесік болсам, мынандай жігіт келіп үйленеміз деп тұрса, аянып қалғаным дұрыс па? Өйткені құрбыларымның бәрі кетіп болды, олардың балаларының алды мектепке барды. Менің жүрісім мынау, әкем мен анамның бетіне сын. Соңғы кездері анамда құлағыма сыбырлайтынды шығара бастады. Әйтеуір есіл дертімнің бәрі осы жігітке тиіп алсам деп ойлаумен болдым. Тойымызға деп жинап жүрген ақшам бар деп айтып салдым. Тойдың бір мәнісі болар, анау докторлардан ұят, анамды қанша рет апардым ғой, бәрі таныс, көз көрген жігіттер. Айтып бола ма, анам тағы ауырса қайда апарам дейді. Сөйтіп отырғанда Құдай-ау, көз алдымда телефоны безілдеп берді. Алло доктор, алло деген жігітім тұтқаны көтеріп тұра қашты. Содан анау жерге барып біраз шүйіркелесіп келіп, жан мен кеттім, достарыма барып қарызға ақша сұрап келейін деп, көлігінің кілтін ала берді. Мен сорлы сонда тоқташ жаным, тұра тұршы деп, қалай айтқанымды білмей қалдым. Ау жаным деген жігітім жалт қарады.
Қазір міне деп кабинетіме кіріп, сөмкемнен $900 әкеліп қолына ұстаттым. Сорлысың десейші, теңге де емес шықырлаған доллар ғой сонда. Ол енді көз алдымда әлдебір докторға қоңырау соғып, «Сәке, Алла қаласа, түс қайта жеткіземін, ақша таптым деп қуанышпен айтып жатты. Жан, Сәке дегенің еркек емес пе, анау әйелдің дауысы ғой деппін. Себебі арғы жақтан алау деген қыздың дауысы шыққандай болды. Сәке дегенім Сәкен деген доктор ғой, түс кезі болған соң үйінде екен, сол үшін тұтқаны жеңгей көтерді дейді. Осындайда отырып анау түрмедегі келіншек есіме түсті. Бір күні таңғы тексерістен кейін ас үстеліме сол келіншек жақындап, заказға салон келе жатыр, қай жеріңе тату соғасың деп сұрады. Жалпы мен оның тату дегенін түсінсем де, салон дегенін түсінбей қалып қайта сұрадым. Салон деп жаным татуаж сызатын қыздарды айтады. Біз ақша төлейміз, олар өздері кіріп соғып беріп кетеді дейді. Маған татуаж керек емес деппін қасығымды қоя салып. Неге керек емес? 30 звонкасын ғой деп дүңк еткізді. Мен қазақтың қызымын, ұят болар деп айта бергенім сол еді. Ну что, мен де қазақтың қызымын, онда тұрған не бар? Короче, түс қайта көбейіңе бір қыз барады. Омыртқаның астындағы құйымшағыңа әдемі гүл сызып береді, дайын бол деп отыра берді. Түрме заңы осы міне, бірақ бұл еш жерде жазылмаған заңдардың бірі. Мұнда бір адам бәрі үшін, бәрі бір адам үшін дейді. Мұнда көптен тіс жалғыз қалуға болмайды. Көппен бірге ұлы той көресің. Өйткені түрменің сыртындағы заң басқа болса, ішіндегі заң басқа. Осы ішкі заң көбінше сырттағы заңға қарама қайшы келеді. Сен осы заңға бағынасың, бітті. Сол үшін көрінбейтін жерге соқса мейлі деп мойын болдым. Айта кетейін, мен отырған түрме особый түрме еді. Мұны анау ақша ұрлаған ұрылар немесе алаяқ жемқорлар отыратын түрмелермен салыстырмаңыздар. Мұндағылар ауыр қылмыс жасағандар санатына кіреді. Бұл түрмедегі кейбір әйелдердің қатыгездігін еркек жасай алмайды. Ондайлардың талайын көрдім. Мына маған татуаж соқтырасың деп отырған келіншек осы түрмені билеп төстейтіннің бірі, және де менің жігітім. Анау бір ерні домбалда екеуіне қарағанда бұған да шүкір. Бұл өзі өте әдемі жас келіншек. Аналармен қырқысып жүріп, бұл мені тартып алды, басымды байлап алды. Мен мұның жігітімін, бұл менің жігітім типа. Қысқасы, сол күні түс қайта салон келді. Жігітім басымда тұрып, жүздеген гүлдің арасынан әдемі бір гүлдің фотосын сыздырып берді. Әрине, адам өлтірген деген символды сыздырмағанына рахмет дейсің. Түрмеде сызылған әрбір татуаждың өзінің ерекшелігі бар. Соған қарап, сенің қандай статьямен отырып шыққаныңды білетін болады. Дегенмен, сыртта жүрген кез келген адам ондайды түсіне бермейді. Оны түрме көргендер ғана түсініп, кім екеніңді анықтай алады. Толықтай түйінін айтқанда, түрмеден келгендердің денесінде әртүрлі наколкалары болатыны содан. Құдай-ау, үстелден түсіп түрмеге кіріп кеттім бе? Айтқым келгені басқа нәрсе. Мен сорлы біраз отырып әкемнің ақшасының арқасында ерте шықтым ғой. Сондағы менің жігітім қимай қалған еді. Өйткені бір емес бірнеше жыл бірге болдық. Кәдімгідей бауыр басып қаласың. Мұнда келген соң бойлаушы ем. Ол жігітім от звонка до звонка отырар еді. Ал енді от звонка до звонка дегені сот қанша жыл кетсе, сонша жыл отыратындар. Оларға қайырымдылық жасалмайды. Олар амнистияға ілінбейді. Сол жігітіме бірнеше рет ақша салғанмын. Ол маған сағындым жаным деп талай жазған. Соңғы 3 айда хабарсыз кетіп құтылдым деп жүрсем, тап мына жігітіммен болып жатқанда хат келіпті. Қайдан ғана есіме түсті десем, хабар бар екен ғой. Мен шықтым. Қонаққа барғым келеді деп жазыпты. Мұндайда шошымай көріңізші. Әлдекім тас төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Өзім байға тиемін деп отырғанда, ол келіп басыма байлау бола ма деп қорықтым. Бір жағынан түрменің төріне жатқызып, үстіме шыбын қондырмаған сол келіншекті көргім келсе, екінші жағынан ойымда да үрей пайда болды. Оған мекен жайыңды айттың не, айтпадың не, табамын десе әпсетте жетіп келеді. Осыны ойлаған мен бейбақ салонымның мекен жайын айттым. Кешке барармын, қолың бос болса, тәп қазір қоңырау соқшы дауысыңды сағындым деп жазады. Мұндайда соқпай көріңіз, бұл келіншекті қаһарына мінгізбеу керек екенін білемін. Сағындым, қатты сағындым өзіңді деп әдегеннен есімді шығарды. Білмеймін, мен сонда қорықтым ба, әлде шынымен де аңсап отырдым ба, мен де сізді сағындым деп айтып салдым. Міне осы сөзім ол сорлының жыртық жүрегіне жамау болды ма, әйтеуір телефонда отырып біраз нәрсе айтты. Енді мұның соңы белгілі. Күн батқанда ол менің салоныма кіріп келді. Тым құлпырып, ашылып кетіпсің жаным деп құшақтап тұрып, сіз де құлпырып кетіпсіз деп жалбақтап тығыла бердім.
Түрмеден свободаға шыққан любой адам қылпырып кетеді ғой дейді құлағыма сыбырлап. Жеке басымнан сөйлейтін болсам, алдағы қыркүйек тойым болады деп айтып салдым. Дұрыс, сені дені дұрыс жігіт болса кеткенің жөн-ақ, бірақ дейді. Сонда ғана түсіндім, оның менен айрылғысы жоқ сияқты. Бірақ болғанда күйеуім деп міңгірлей бердім. Жарайды жаным, қалада қыз көп қой деген жігітім кофеден ұрттап қойып, егерде біреу-міреу тиісіп жүрсе маған айтасың ғой деп бір қайырды. Әрине деп құптай жөнелдім. Шынымды айтсам, мен мұның шапағатын көрдім ғой. Осы келіншек болмағанда анау зонада қор болатын едім. Неге десеңіздер айтайын, ол жерде еркек тұқымы атымен жоқ. Тек бейтін сығып құрғап жүрген қатындар ғана бар. Тіпті бөтін қыз келсе өздері емденіп қатын қып алады. Бірақ кім күшті сол алады. Мен сияқты жас қыздар зонаңызда екенін біріне бұйыра бермейтін бақ. Сол үшін ол сенің жігітің болады, сен оның жігіті боласың. Содан соң басқалардан көз қарашығындай қорғап жүреді және де кез келген косягыңды жауып береді. Ал тар қапасты түрмеде косяксыз өмір сүру мүмкін емес, тым болмаса сүйексіз тіліңнен табасың. Өйткені жоғарыда айтқанымдай, түрменің заңы тіпті басқа. Түрмеде жай ғана екінші біреудің қасығына саусағыңды тигізгеніңнің өзі үлкен косяк. Судың да сұрауы бар дегендей, үстел басында бос жатқан қасықты ала алмайсың. Оттық дегеніңіз де сондай, сүлгіңіз де сондай. Қысқасы, бір жағынан түрмеңіз сізге екінші біреуді сыйлауды, құрметтеуді үйретсе, екінші жағынан басқа да қитұрқыларды үйретеді. Онда жатқандар өздерін о дүниедегі тозақтықтарымыз деп санайды. О дүние немене, төрт қабырғадан шықпайсың. Сонымен түрме жайлы біраз сыр шерттім ғой. Мен енді мына келіншекке оралайын. Сіздің де тұрмысқа шықсам деген ойыңыз жоқ па деп сұрадым. Қазірше жоқ, бірақ жігітім бар дейді. Сол күні бұл менің салонымда біразға дейін отырып кетті. Айтқан сөздерінен түсінгенім, бұл өзі әлдекімдердің тапсырмасымен ерте босап шыққан көрінеді. Неге тапсырмамен десеңіздер, қылмыс әлемінің сіз білмейтін қыр-сыры көп. Соның бірі тапсырыспен адам өлтірді. Ондайларды ликвидатор торпедалар деп атайды. Сол күні жігітімді күте іңір үйірілгенде үйге қайттым. Бір рет қоңырау соққан болдым, алайда кейін деген жігітім тұшымды жауап бермеді. Кейін десе қолы босағанда хабарласар деп алаңдап отырып, екінші рет қоңырау соқсам, анамның әлегімен жүрмін, кейін сөйлесеміз деп өшіре салды. Енді мұның нағашысы бар емес пе? Содан сұрасам, анасының әлегімен жүрсе мазаламасай, оған да оңай емес қой дейді. Құдай-ай, мен сорлы қандай адамдарға тап болдым осы. Бұл екеуінің сөзін тыңдасам, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай тіпті. Анаусы анау дейді, мынаусы мынау дейді. Бірақ жігітім анам үйге шыққан соң таныстырамын деп уәде беріп кеткен. Бұл енді мендегі $900 алғанша айтылған әңгіме еді. Жан мамаң аман сау шыққан болса, мекен жайыңды жазшы барайын деп жаздым. Мамамның денсаулығы жақсы емес, кейін деген жауап келді. Міне осыдан кейін мен кәдімгідей ойлана бастадым. Маған бүгін ескірді. Тап осы сәттен бастап ескірді. Орысша айтқанда олардың екеуі де подозрительно бірдеңе болып кетті. Білесіздер ме, мен сол күні мен оны 10 рет бұғатқа салып қайта шығардым. Бір қызығы өзімнің алданып жүргенімді біле тұра, бұғаттан қайта шығарамын. Одан көп өтпей қайта тығамын. Әйтеуір өзімнен өзім қобалжи бердім. Қысқасы, азаннан кешке дейін WhatsApp-ма 100 қарадым десем өтірік емес. Қайтейін, үмітім үзілмей қойды. Ал енді ертесі де хабар болмады. Оның ертесі де тым-тырыс болды. Осылайша анамды үйге шығарсам, сені апарып таныстырамын деген жігітім із-түссіз кетті. Сөйтіп, бас аяғы $5000 көкке ұшты. Сонда ғана мен бейбақ оңбай алданғанымды білдім. Алайда мұндай сорлылығымды кімге айтайын? Әкеме айтып, миын аштып не керек? Анама айтып, қан қысымын көтеріп, ол да дұрыс емес. Жоқ, бұл менің ішімде қалады болды. Мен мұны ешкімге айтпаймын, тек сол жігітке бақыт тіледім дейін. Сөйтіп жүргенде арадан біраз күндер өтті. Жұдырықтай жүрегімдегі жан-жарам жазыла бастады. Өйткені анау жігіттен күдерім үзілгендей болды. Содан әубірімдеп жүріп, әрең дегенде басымды көтеріп, барлық жамандық сонымен кетсінші деп, қолымды бір сілтеп жұмысыма кірістім. Бір күні анау жігітіммен сөйлесіп отырсам, құрбым жазып хәл сұрап тұр. Өткендегі жігітім жоғалғанда бұл қыздан да сұрап жазғанмын. Анасының қамымен жүгіріп жүр ғой, мазалай берме деп селқос жауап берген. Содан соң бұғаттап қойған едім. Сол үшін бұл қайдан жазып тұр деп таңғалдым. Әй, мен мұны бұғаттап қойғандай едім ғой деймін. Әлде шығарып қойып па едім, есімде жоқ. Аллаға шүкір, жақсымын, айта бер десем, жігітіңе көңіл айтпапсың, ренжіп жатыр дейді. Анасы қайтып па еді, иманды болсын деп таңғалдым. Сол ғой, апамыз қайтып, бауырым жетімсіреп қалды деп анасының көп ауырғанын айтты.
Одан жақсылықтарын жіпке тізіп шықты. Ал енді мұндай сөзден кейін сенбей көріңіз, бұл қыз маған бір қоңырау соғып, сөне бастағанда үмітімді қайта үрлеп, тұтандырып жіберді. Мұншама аңғалдығыма осы күн таң қаламын. Сонда кәдімгідей қорқып қалып, өзімді өзім кінәлап бастағаным бар. Мен жынды неге бұғаттап қойдым екен деймін. Көңілім жұмсап аяп кеттім ғой. Өзі анасынан айырылып қабырғасы қайысып жатқанда менің істегенім жығылған үстіне жұдырық болған шығар. Содан бері өкпелеп жазбай қойған шығар, әйтпесе іздеп келемін десе салонымды біледі ғой. Кешір жаным, кешіріңдер. Құрбы Жаншекке сәлем айта баршы, ренжімесінші деп жуып шайдым. Мұндайда сәлем айтпайды, қоңыраумен болса да көңіл айтады құрбы дейді. Осыдан кейін мен бейбақ тілден қалдым. Расау, көңіл айту деген біздің қазақта бұрыннан бар ғой. Бір ауыз қазақ қайырлы болсын деп айту парызым еді. Ол да қолымнан келмеген ме? Мен осы соңғы кезде қатты адасып жүрген сияқтымын. Баяғы қантөгістен кейін бірде-бір құрбыммен араласпай қалдым. Қыздар түгілі жігіттер жағы да менен безіп кетті. Одан келіп Қанішер Көкжал деген атақ алдым. Соңғы кездері бизнестегі тасым өрге домалап бастағанда сол құрбылардың бір-екеуі хәл сұрап бастады, бірақ бәрібір бұрынғыдай болмайды екен, байлары қарсы дейді. Әрине олар еркектер, еркектерге еркекті өлтірген қыз қашанда жаман. Біздің қазақтың бір әдеті өзінен бірдеңе болған шығар дейді. Көзін қысып, қышынған шығар дейді. Тым болмаса баяғы заманның құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген мақалы мәтелі ма, соны тықпалайды. Сайып келгенде әйтеуір қызды кінәлай береді. Алайда анашаға тойып алып, масыққан жігіттер ешқандай қызды қарындасым деп қарамайды. Бұл да етенеден белгілі. Оларға қыз болса болды. Бас салып зорлап өте шығады. Мұндайда іштей тынып, тұншығып жүресің. Сол тұншыққаным тыншығанда құрбы мәлгіндей сөз айтты. Демек, өзім қоңырау соғып, көңіл айтуым керек деп ойладым. Сонымен күйбең тірлік бірі келіп, бірі кеткен клиенттер баршылық. Әсіресе сабақ басталарда салонның жұмысы қайнауы керек. Бұл шілденің ортасы болатын. Сәлем жаным, анаңның арты қайырлы болсын, естімеген едім деп қоңырау соқтым сол күні кешке. Сәлем, барсың ба өзің деп сайрап берді. Кешір жаным, естімеген соң деп кешірім сұраған болдым. Иә жан, сонша жүгірдім, сонша жерге көрсеттім, 59 жасында кете барды ғой анашым дейді. Әрі қарай күнделікті тыныс тіршіліктің әңгімесі басталды. Ананы мынаны сұраған болып, есеңгіреп басымды көтер алмай қалғанмын дейді. Өзіңді бас жаным, өлгеннің артынан өлмек жоқ деген тірі адам тіршілігін қылады деп күбірледім. Иә жаным, айтқаның дұрыс қой, тап қазір қайдасың деп сұрады. Тап қазір салонның алдында көлікте отырмын десем, мынандай жерге келші, сағындым дейді. Мұндайда жазған қолда шара бар ма? Жарты сағатта жетіп бардым. Тіпті салондағы соңғы клиентті шаштараз қызға беріп, құлыптап кетуін өтіндім. Қатты сағындым жаным деп құшағына тартты. Мен де деп тығыла түсіп ем, ерніме сүлікше жабысып, сылмаңдаған қолы төменге жетті. Ақымақ басым, өзім кешірім сұрап тұрмын ғой сонда. Жан көлікте ұят деймін құлағыма сыбырлап. Пәтерге тыйым болмай тұр дейді ентігіп. Үйің бар емес пе деп сұрап көрдім. Өйткені осы төсекті сылтау қып үйіне барып көрсем деген ойым болды. Бір жылға жуықтады, үйін көрген емеспін. Оның үстіне бұл маған күмәнді балаға ұқсай бастаған. Алайда бұл одан да сытылып кетті. Анамның сүйегі кеппей жатып, үйде кездескеніміз дұрыс емес, Құдайдан қорқайық дейді. Содан соң екеуміздің де осы жүрісіміз дұрыс емес екен, некесіз қатынас күнә болатынын алға тартты. Ендеше мешітте болса да некемізді қидырып қояйық деппін мен бейбақ. Иә жаным, мен де соны ойлап жүрмін, бірақ болары болды ғой, тиын болса пәтерге барайық, қатты сағындым дейді. Қысқасы бұл мені тағы да алдап ұрды. Пәтерге апарып аяғымды аспаннан келтірді. Міне, осыдан кейін менің мешітке қашан барамыз деген сұрағым көбейді. Ол болса әне-міне деп жүріп алды. Аз қалды ғой, анамның 40 өтсінші деп бір соқты. Одан үйіме күрделі жөндеу жұмыстарын бастадым. Соны бітірейік деп тағы жүрді. Бірге жөндеп аламыз десем, үйленсек, сенің туысқандарың келеді. Солардан ұяламын, жалпы сені үйіме әкелмей жүргенімнің сыры осы, үйім тозып кеткен дейді. Ұзын сөздің қысқасы, бұл жігіт мені шыр айналдырды. Оның арасында ұсақ-түйек ақша бар. Оны айтпай-ақ қояйын. Мұныңыз енді қыз құлағымен сүйет дегендей болды да тұрды. Сөйтіп жүргенде тамыз жетіп, клиент көбейді. Одан көп өтпей мектеп басталды. Осы 3 айда анау жігітімде бірнеше рет соққан. Оның өз білгені өзінде, әлде біреудің соңын аңдып жүр. Реті келсе көзін құртып жіберіп, түрмеге кіріп кете салады. Сөзіне қарасам 6 ай свободаға шыққан. Қалай айтсам екен, шыққан деп шыққан емес, келісіммен шығарған. Ол қалай десеңіздер айтайын, түрмеде отырып құпия заказдар алады.
Әрине, бәрі емес, қолдарынан келетіндері алады. Содан соң келісіммен свободаға шығып тапсырманы орындап түрмесіне қайтып барады. Нәтижесінде өлтірген адам ешқашан табылмайды, қылмыс ашылмайды. Себебі қағаз жүзінде ол адам түрмеде отыр. Мына жақта кім өлтірген, қалай өлтірген деп сіз бен біз аузымыз ашылып отыра береміз, полициямыз іздей береді. Біздің былықбайлар тап осылай өмір сүреді. Бәсекелестен бизнес тартып алу, болмаса жасанды апатқа түсіру бәрі осындай жолмен жасалады. Олардың арасында қомақты ақша жүреді. Бір сөзбен айтқанда, бәрін ақша шешеді. Ал қылмыскер 6 ай бостандықта жүреді. Бірақ бөтен қалада жүреді. Ақшасы төленеді, пәтері мен ішіп жейтіні бар, бәрі төленеді. Осы 6 айда жертваны жан-жақты зерттейді, қолайлы сәтті күтеді. Тапсырманы орындаған күні түрмеге кіріп ізін суытады. Алайда мұндайдың минус тұстары да жетерлік. Мысалға, қылмыс ашылатындай қауіп болса, түрмедегі әлгінің көзін құрта салады. Ол дегені сенің мына өмірдегі миссияң аяқталды, ғұмырың бітті деген сөз. Әрі қарай несін айта берейін? Бір күні ойда жоқта өзімнің жігітім келіп қалды. Айттым ғой, маған анау жігітім де келіп кетіп жүрген. Бірақ онымен арамызда ештеңе болмаған. Әйтпесе бүгінде ол маған қиыла сөйлеп, қипақтап көрді, бірақ болмайды дегенімнен әріге бара алмай үнсіз отырды. Ал әріге бара алмағаны бұл жер болған түрме емес. Өзі құпия тапсырмамен келген соң оның косяк жасауына мүлдем болмайды. Егер де мен байбалам салып полиция шақырсам, біраз былықтың беті ашылып, біраз адамның басы кетеді. Бұл деген сөз, мұның да басы кетеді деген сөз. Сол үшін бұл жігітім тып-тыныш қана өзімен өзі жалдамалы пәтерде өмір сүріп жатты. Бірақ мен оның осы қалаға келгеннен-ақ болашақ жертвасының біздің қаладан болатынын әу баста түсінгенмін. Бүгін сол келіп түрмеден мен үшін ақша төлеп шыққанын, мені қатты сағынғанын, бір өзі пәтер жалдап тұратынын, уақытым болса бас сұқсам болатынын айтып отырғанда үстімізге өз жігітім кіріп келді. Мұның сорақысы сол, бірін-бірі көргенде екеуінің де көздері аларып, түстері суып кетті. Демек, мына жерде бір кәкір бар дегенімше болмады. Мені тысқа шақырған жігітім, бір жерге бара жатқанмын, срочно 3000 теңгедей ақша керек еді деп алақанын жайды. Бұл не айтса да мен үшін бұйрық болғаны қашан, сезіммен соқыр болғанмын, қолына ұстата салдым. Рахмет саған деген жігітім сол жерде тайып тұрды. Бұрынғыдай құшақтап та отырмады, бетімнен де сүймеді, зым-зия болды. Мен бейбақ сонда ғана көрдім, іштегі жігітім терезеден үңіліп тұр екен. Демек, мына қатыннан біраз нәрсе сұрауым керек, әйтпесе неге түсі бұзылып кетті деп ойладым. Бірақ не сұраймын, неден бастаймын деп отырып, басыма мынандай ой келді. Мен сізді түсінемін, сағынғаныңыз рас болса пәтеріңізді айтыңыз, қолым босағанда бас сұғармын дедім. Құдай-ай, қайдан ғана сұрадым десейші. Менің әкемнің үйіне қарама-қарсы мекен-жайды айтқанда ыршып түстім. Себебі білем, киллердердің құрбандықтың үйіне жақын жерден пәтер жалдайтынын. Сөйтіп, күндіз-түні бақылауға алады. Үйде кім бар, кім жоқ, қашан кіріп шығады және қанша адам кіріп шығады, бәрін зерттейді. Содан соң қолайлы сәтті тауып көзін құртады. Ойбай, тоқташы сен қыз, саспай енді, бірақ мұқият бол, абайла жаным. Сен енді мына қатынмен связь ұста, басқа жолы жоқ. Өйткені бұл қатын құпия тапсырмамен сенің әкеңе келді. Әйтпесе ол жерде менің әкемнен басқа қолында билігі бар мансапты адам жоқ қой. Сол күні өзімнен өзім үрейленіп, қорқып әкемнің үйіне қарай жүйткей жөнелдім. Сол түні әкемнің үйіне күтілмеген қонақтай аяқ асты кіріп бардым. Бұл менің соңғы 20 күн дегенде алғаш келуім еді, және де осынша күнде әкемді көруім еді. Қарап қоям, әкем байғұстың қою шашы селдіреп, қатты әбіржіп кеткен сияқты. Негізі мен істі болғанда ақшалған басы одан сайын ағарып, ұлпа қардай ұйпа-тұйпа болыпты. Содан соң тағы бір байқағаным, әкемнің бұрынғыдай емін-еркін жарқылдап отыратын күлкісі жоқ, әлдекімнен тайсалатын сияқты. Содан болар соңғы күндері маған да қоңырау соғуды сиретіп, WhatsApp-тан ғана жазып хәл сұрап жүрді. Оның сырын сұрағанымда жұмыс қой қызым, амандығыңды білсем болғаны деп қысқа қайырды. Қандай әке жалғыз қызын сағынбайды дейсің, менің әкемдікі шарасыздық болғаны ма? Мен сонда анамның бетінен сүйіп, әріде отырған әкеме қарсы жүрдім. Сол бұрыштағы үстелде әлде қандай қағаздарға үңілген әкем бұрыннан отыратын, бүгінде сонда отырған. Төбе шам деп аталатын шамды үстелге қарата қосып қойғаннан әкемнің бет жүзі анық көрінген. Білмеймін. Мен туғалы осы үстел мен осы шам бар. Бұл әкемнің жұмыс орны. Осы жерде тап жылмай отырып, 30 жылдай бастық болды.
Құдайдың бергені шығар. Кезінде комсомол қатарынан коммунистік партияға қабылданған әкем осы күні еліміздегі беделді партияның белді мүшесі. Осы орынды қызғанып, соңына шырақ алып түскендердің сан есебі жоқ. Мен есімді білгелі үсті-үстіне тексеріс келеді, алайда жұмысынан мін таппай қайтып кете береді. Оған өшіккен топ қайта жазады, бірақ нәтиже шығара алмайды. Жақсы адамның соңынан сөз ереді, бірақ аққа Құдай жақ деген бар. Қызым, мен мұнда 30 жылдай отырсам, арымның тазалығынан отырдым, ала жібі аттамағаннан отырдым деп өткен бір сөзінде айтқан болатын. Ол кезде мұны әкем басқаша еді, бүгін тіпті де төбесі шөгіп есеңгіреп қалыпты. Мұнысын мен ғана емес, анам да байқаған сыңайлы. Оның да көңіл күйі жоқ. Аман сау барсың ба қызым, жұмыстарың қалай боп жатыр? Өткенде көлігің не болды деп сұраған әкем шашымнан сипап қапталдаса отырды. Жақсы пап, бәрі жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар деп қарсы отырған анама қарадым. Жақсымыз ғой, шүкір. Мен өзің көргендей үйдің тірлігіндемін. Қу тіршілік біткен ба? Әкеңнің сол баяғы жұмысы. Одан келіп анау жұмыс үстеліне шұқшият деп шұбырта сөйлеп барып әкеме қарады. Сонда анам әлденені айтқысақ келген сияқты, бірақ әкемнен асып кете алмағандай күйде еді. Ал көлігің не болды деп сұрап отырғаны сонау күні бар ақшамды жігітіме беріп ақшасыз қалғанымда су жаңа көлігім сыр берді. Содан жөнде орталығына барсам әлде бір сайманын ауыстыру керектігін, оның 90 мыңдай тұратынын айтқан. Менің сонда әкеме қоңырау соғып ақша алғаным бар. Соны меңзеген болды. Қызым, кішігірім бизнесің бар, астыңда көлігің бар, сонда сенде не жоқ, өзің айтшы дейді. Шай құйған анам біраз үнсіздіктен кейін. Менде бай жоқта, басқа не жоқ дейсіз деп қалжыңға бастым. Соны мен саған айта беруге де ұялатын болдым деген анам бетін басты. Әрі қарай әкем сөзге араласты. Осы бар ғой, әкемнің түрінен бөлек даусы да өзгеріп кеткен сияқты. Тыңдап отырсаң, ішінде бір том запыран жатқанға ұқсайды. Иә қызым, мамаңның айта беретіндей реті бар, сен оған өкпелеме. Енді сенің өткеніңді ұмытып, өз өміріңді жолға қойғаның жақсы. Біз соған қашанда тілекшіміз деп анамды қостап барып, ей қызым, денсаулық қашанғы болар дейсің. Анау Күләй тәтеңнің күйеуі менен 10 жасқа кіші еді. Кеше ғана жүгіре жортып жұмыс істеп жүрген жігіт бір апта төсекте жатып кете барды емес пе дейді. 60-қа келмеген әкеме ажал шақырып не болды екен? Мен әкемді білемін ғой, бұл адам жайдан жай ештеңе айтпайды, айтса бірдеңені тұспалдап айтады демек. Менің жігітімнің тапсырмамен келгенін біліп отырған шығар-ау. Өйткені әкем де қара жаяу адам емес. Әкем қолында билігі бар, жан-жақты құлақтары бар, өте ақылды да беделді адам. Ендеше осы жерін неге ашып сөйлеспеске? Анамның көзін ала беріп, мен ол келіншекті танимын десемше, ол менің түрмедегі камераласым десемше, әрине көңілдесім деп өлсем де айтпаймын. Ол екеуміз 3 жыл камералас болғанымыз жасырын емес. Мен сонау жыл кесіліп этаппен кетіп колоннаға түскеннен ақ ол келіншек мені айналып өтті ғой. Бір қызығы, түрмеде отырғандар сен жайлы барлық ақпаратты біліп отырады, және де бостандықта жүргенде кім болдың, кімнің қызысың, не жұмыс жасадың, тіпті қандай қылмыс жасап, қай статьямен келе жатқаныңды да біліп отырады. Мұны өтірік десеңіздер, түрмеде болғандардан сұраңыздар. Содан соң жас екеніңді біліп алдыңнан күтіп алады, соңынан өзара таласады. Сенесіздер ме? Қыз үшін бірін-бірі өлтіруге дейін барады. Әрине, сенің таласқа тұрарлықтай әдемі түрің мен құлындай жасың болса. Әйтпесе түрме дегенде жазасын өтеп жатқан қатын-қалаш жетіп жатыр. Түрмеңіздің осындай қитұрқы тұстары көп. Сонымен сол күні әкемнің айтқанынан ұққаным, үйге көп келе берме, басыңды бүтінде дегендей қалжың, шыны аралас сөз еді. Осыдан кейін мен бейбақта ешқандай күмән қалмады. Өйткені бұл өзіне қастандық жасалғалы жүргенін 100% білетін адамның сөзі. Тіпті қызым алдағы апта мамаңды төркініне жібергелі отырмын. Сонда барып 1-2 ай дем алып келсін дегенім дейді. Мұндайдан соң ешқандай шүбәм жоқ. Әйтпесе мамамда төркін дейтіндей төркінде қалған жоқ қой. Әке-шешесі әлде қашан марқұм боп кетті. 2 інісі мен 1 сіңлісі бар. Олардың үйіне барып 2 ай түгілі 2 күн жатып көрсін. Бұл дегенің әкемнің шарасыз күйде қалғанын білдіреді. Әке, ертең сізге демалыс шығар. Менің үйіме келіңіз, екеуміз жеке сөйлесейік деп сыбырладым. Ыдыс аяғын көтерген анам ас бөлмеге кеткенде. Ау қызым, жеке сөйлескенін несі? Осында айта бермейсің ба? Деген әкем басымнан сипады. Жоқ әке, ол мұнда айтылатын сөз емес деп қысқа қайырдым.
Сонда деп бастаған әкем үнсіз қалды. Әрі қарай әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Өйткені қолын сүрткен анам ас бөлмеден шығып біздің үстелге кеп отырды. Осыдан кейін біздің сөзіміз аяқсыз қалды. Мен де үндемедім, әкем де тіс жармады. Тыныштықты бұзып сөйлеген анам ғана болды. Әкең маған төркініңе барып, біраз күн жатып қайт деп отыр. Бұрын 3 күн кетсем, қайт деп айқай салатын. Осы күні жүдә добрый боп барады. Білмеймін, өзіне жас тоқал тауып алған ба, көзілдірік тағып жас балаша киінетін болып жүр. Мына менің осыған ақылым айран боп отыр, қызым, деген анам қалжыңға басты. Әй, қой шәр, тоқал алатын болсам, сонау 40-ымды алмаймын ба? Сонда мына қызымның соңынан ерген тұяқ болар еді, қызым, деп маған қараған әкем де анамның қалжыңына қалжыңмен жауап қайтарды. Алайда ішкі күйзелісті түсінбейтін жас емеспін. Ол менің басымнан да өткен. Айтқым келген әкем сөйлеп отырып, ара кідіп тоқтап қалады. Одан терең ойға шомып кетеді. Содан өзіне қарата айтылған сөзден соң ғана басын көтеріп қарап алып, сөзге араласады. Бұл деген әлденеден қорқып секем алған адамның белгісі. Сонымен бір күн түнеп, ертесіне үйге тарттым. Арадан көп өтпей, қызым, мен де шығайын деп жатырмын деп әкем жазды. Демек, асқа отырғызып не болып жатқанын сұрап алсам болады. Ет асайын деп қазанға қарап бастадым. Әлде бірде телефоным шыр ете қалды. Қоңырау соғып жатқан әкем екен. Қызым, мен төменде көлікте отыр едім. Мамаңды ертіп барайын ба, әлде өзім ба? Кешегі айтқан сөзіңді дұрыс түсінбедім бе, дейді. Жалғыз өзіңіз келіңіз, мамам керек болса мамамен барыңыз деп айтар едім ғой, десем. Болды, түсіндім, қызым, түсіндім деп тұтқаны қоя салды. Содан бір сағаттай өткенде менің үйімнің есігін қақты. Алдына тамағын қойып зыр жүгірдім. Әншейінде көзілдірік тақпайтын әкем шынымен де қап-қарасын киіпті. Содан соң үстінде ала-құла спортивкасы бар. Үнемі костюм шалбарда жүретін әкемнің жасы келгенде жастарша киінгені түсініксіз еді. Мұндайда көптеген сұрақтар болатыны анық. Содан бастадым. Пап, неге бүркемеленіп жүрсіз, айтасыз ба, деймін ғой. Жоқ, қызым, костюм шалбарды 30 жыл кидік қой, дейді. Жоқ, пап, сіздің бір құпияңыз бар сияқты, әлде мамам айтқандай жас келіншек тауып алдыңыз ба? Айта беріңіз, десем. Қой, қызым, қайдағыны айтпа. Одан да етіңді әкел, деген әкем ас бөлмеге қарады. Әрине, жетіп барып, туралған ет пен қазы қартасын сорпасымен әкеліп алдына қойдым. Әне, содан соң ғана менің әкем ашыла бастады. Соңғы сорпаны көтеріп тастап, ұзақ сонар әңгімеге көшті. Кезінде көзі тірісінде әкем бейшара келіммен ашып сөйлесіп, екінші әйел ал, ұлды болсаң тірегің болады. Сонда мына қыз жалғыз қалмайды деп еді. Ол кезде мен ақымақ қолымды бір сілтеген едім. Осы күні әкем марқұмның дұрыс айтқанын түсіне бастадым. Құдайға шүкір дейін, сен барсың ғой, бірақ жалғызсың. Сенің соңыңнан еретін еркек тоқтым болғанда ғой, қызым, дейді. Содан соң ауыр күрсініп, тынысын тартып әрі қарай сөйлеп жатты. Білесің ба, қызым, адам деген жас күнінде ештеңе ойламайды екен. Қазір 50-ді еңсеріп, ел ағасы болғанда барып өзімнің жанашырым жоқ екенін түсіндім. Сен барсың ғой, қызым, бірақ сені ренжіме. Жеке басымның тірлігіне жалғыз қызымды араластырғым келмейді, дейді. Міне, әкемнің ашыла бастады дегені осы. Негізі бар ғой, тап қазір 100 грамм құйып жіберсемше, жылтыр маңдайына ақ тер бұрқ ете қалса, содан соң менің әкемді тоқтатып көр. Көзі ұйқыға кеткенше сөйлемесе өліп кетейін. Бірақ ондайға болмайды, көлікпен келген. Аңдысқан жау алмай қоймайды дегендей, соңында жүрген иттер көп, қит етсе қауып алуға дайын жүр. Қызым, дейді әкем біраз отырып. Ау, пап, айта беріңіз, деп жақындай түстім. Мамаңды төркініне жіберемін деп отырмын. 2-3 ай сонда бола тұрсын десем, кеткісі жоқ. Сен өзіңде бір ауыз айтшы, бара тұрсын, дейді. Неге 2-3 айға? 3 айдан кейін жаңа жыл келмей ме? Соған дейін төркінінде жата бере ме? Демек, мамам күдіктенетіндей бір құпияңыз болғаны ғой, деп сұрадым. Қызым, деп ауыр күрсініп алған әкем сонда айтпасыма болмады ғой, айтайын, деп бастады. 1-ші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.